Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Мен Қорғалиев Ержан Хабиболлаұлы, Ақбайтер жалпы орта білім беретін мектебінің музыка пәнінің домбыра сыныбының мұғалімі. Педагогикалық идеялар фестивалінің аудандық сырттай конкурсының шеберлік палитрасы бағыты бойынша домбыра өз намбыз педагогикалық идеяны ұсынамын. Идеяның мақсат міндеттері нақты белгіленген. Ұлттық аспап домбыраны құрметтей отырып, сол арқылы ұлттық салт дәстүрлерімізді насихаттау, оқушылардың домбыра тарту шеберлігін дұрыс меңгерту, шығарманы талдай білуге, жете түсінуге, дағдыландыру және қызығушылығын арттыру болып табылады. Жалпы идеяның мазмұны қатысушы оқушыларды ұлттық өнерге баулу мақсатында ұйымдастырылды. Оған 6 сыныптың оқушылары тартылды. Ұлттық аспаптар туралы мағлұматтар беріліп, құрылысы түсіндіріліп, домбыра аспабын меңгеруге байланысты музыкалық терминдер түсіндіріліп, іс жүзінде көрсетіледі. Жоба аясында домбыра сыныбының мектепте домбыра сыныбының ашылуы рәсімі арнайы кабинет жабдықталып ашылған болатын. Бұл әлеуметтік желіде сілтемелер арқылы көруге болады. Және де домбыраның екінші сілтеме көрсетіліп отырған бұл жобаның басталуы жалпы 6 сыныпта 24 оқушымен жобаны бастаған болатынбыз. Мұнда жоба аясында енді топтық, жұптық жұмыстар жүргізіледі. Сабақтарда жеке балаларды білімін жеке жұмыстармен қолдану үйретіледі. Оқушылар жеңіл этюдтер ойнауға, әндер ойнауға дағдыланады. Бұл идеяның өзгешілігі шығармалар ноталық жазбамен емес, яғни сандық көрсеткіштер арқылы үйрену мен орындату көзделген. Бұл әдістен нәтижелі жұмыстар, қызығушылықтар көптеп байқалды. Енді сабақ барысында жоба аясында қолданылатын бір мысалды алдарыңызға ұсынып отырмын. Жеңіл ән біз өмірдің гүліміз сандармен үйрену. Яғни бұл жерде қарап отыратын болсақ, сандармен, нотымен емес, сандармен көрсетіліп отыр. Ән домбырада жалпы 19 перне болатын болса, төменгі пернедегі ноталарды сандармен перненің реттілігі бойынша жазылып көрсетіледі. Және де саусақ, яғни сол қолдың қай саусақтарымен ұсталады, соның сандары жазылады. Және де оң қолдың қағыстары жазылады. Және де жоғарғы перне, яғни домбырада екі шек болса, төменгі перне немесе жоғарғы перне деп атаймыз. Төменгі перненің сандары жазылды. Енді жоғарғы пернеде 0 дегеніміз ол ашық шек деген сөз. Енді төменгі пернедегі пернелерді сан бойынша реттілігімен тауып аламыз, санап, сол қолдың саусақтарымен осы сандар бойынша нақтылап ұстаймыз. Және де оң қолдың қағыстарымен қағу арқылы осы әнді жеңіл үйрену, нотасыз сандар арқылы үйрену бұл жобаның идеяның жалпы басты мақсаты болып табылады. Енді бұл жерде көрсетіліп отырған әлеуметтік желіге сабақ барысынан көрсетілген материалдар ұсынылып отыр. Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың 2021-2022 оқу жылына арналған әдістемелік нұсқауқат негізінде білім алушылардың ұлттық аспапта ойнауды үйренуге ынтасын ескере отырып, қазақ тілінде оқытатын мектептерде 6 сыныпта музыка оқу пәнінің шеңберінде домбыра курсы кезең-кезеңмен енгізілетіні және домбыра бүкіл әлемге танылып, қазақ халқының игілігіне айналатындығы мәлімделіп, үлгілік оқу бағдарламасы бойынша оқытуды бастау, содан кейін домбырада ойнауды үйретуге көшу бағытында домбыра курсын өткізу ұсынылды. Осы бағыт қолға алынып 6 сынып оқушыларымен домбыра өз намбыз аталмыш педагогикалық идея қолға алынды. Және де көрсетіліп отырған дәлелдемелер бұл сонымен қоса осы жоба аясында қатысып отырған, алынып отырған оқушылар мектеп үзіліс кезінде мектеп қабырғасында өздерінің өнерлерін тамаша паш етіп, өзге де оқушыларға тамашалауға мүмкіндік тудырып, сонымен қатар өзге де оқушылар қызығушылығын арттыру мақсатында дәлізде осындай үзіліс кезінде ұйымдастырылып отырады шаралар. Келесі
сайтымызға көшетін болсақ, енді бұл жерде бір жыл бойы бақылауға алынды бұл жоба идея аясында. Енді идеяның аяқталуы бұл домбыра пати, яғни көпшілік алдында қоғамдық орындарда көппен күй орындау арқылы күй жанры мен жалпы аспапты насихаттау шарасы ұйымдастырылған болатын. Бұның дәлелдемесін алдарыңызда көріп отырсыздар. Жазғы мектеп аясында осы қоңыр үнімен ғасырлық сыр шерткен жүрекке жылу, көңілге қуат сыйлайтын домбыра үні тылсым күш пен құдіретке ие десек, осы күйді жалпы біздің ауылымыздағы ажарын келтіретін облыстық өлкетану мұражайының ғимаратының ауласында орындалды. Топтық және 6-шы сынып оқушылары барлығы дерлік ұлттық киіммен үйренген, осы бір жыл идея аясында, жоба аясында үйренген күйлерін, әндерін орындап, көпшіліктің назарын аударып, қошеметке ие болған болатын. Енді жалпы оқушылардың қатысуымен мектебімізде инновациялық жобалар, білім берудегі үдерістерді белсендірудің кілттік бөлігі тақырыбындағы аймақтық семинар өткізілген болатын. Бұған көршілес мектептерден музыка пәндерінің мұғалімдері шақырылып қатыстырылған болатын. Семинар аясында осы жобамен бөлісіп, өз тарапынан жобаның тиімділігін, артықшылықтарын түсіндірген болатынбыз. Жалпы музыка пәнінде осы жобаны барлықтары аудан көлемінде мектептері қолданса, игі іс болар еді деген ойдамыз. Жалпы осы жоба аясында балалардың үйренген дағдыларын жетілдіру, ынталандыру мақсатында өткен жылы облыстық аймақтық асыл мұра дәстүрлі өнер байқауы ұйымдастырылды. Педагогикалық идея білім алушылары жоғары нәтиже көрсетіп, жетістіктермен толықты дәлелдемелері алдарыңызға ұсынылып отыр. Енді жалпы жоба аясында өзімнің педагог ретінде жетістіктерімді айтатын болсам, енді бұл домбырашылар арасында өткен Қали Мәмен күмбір күй атты облыстық домбырашылар байқауы, бірінші орын Қазақстан Республикасының білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағының құрмет грамотасы 2021 жылғы, және де облыстық білім басқармасының тәуелсіз құрдасы сертификаты 2021 жыл, және де өткен жылы Күйшілер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің алғыс хатын иеленген болатынмын, және де осы одаққа мүшелге қабылданған болатынмын. Енді шәкірттердің жетістігіне тоқталатын болсақ, облыстық абай оқулары байқауы Нариманова Жұлдыз бірінші орын иеленген болатын. Халықаралық жас дарын байқауы Кербез домбырашылар ансамблі бас жүлде. Республикалық құлақтан кіріп бойдалар байқауы Кербез домбырашылар ансамблі бас жүлде. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен өнерлі өрен республикалық сықтай байқауы Сәлкенова Гаухар бірінші орын иеленді. Өз елім республикалық онлайн байқауы Нариманова Жұлдыз бірінші орын иеленді. Аудандық көктем шуағы байқауы Кәкім Жанарс екінші орын иеленсе, Сәлкенова Гаухар екінші орын, және де Талғатов Айша екінші орын иеленді. Аудандық жас талант, жас музыкант байқауы Сәлкенова Гаухар екінші орын, және де Мұсағали Еркеназ алғыс хатпен марапатталған болатын. Бұл идеяның өзектілігін тағы да бір мәрте айта отырып, бұл дегеніміз музыка пәнінде осы жобаны енгізу арқылы біз ұлттық құндылығымызды, осы домбыраны үйрену арқылы барлық білім алушыларымыз домбыраның қоңыр үнімен ұлттық дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды бойына тартса, бұл идеяның жүзеге асқанының бір айқын дәлелі деп санаймын.